Так, құрметті әріптестер, Google форма жасау үшін ең алдымен өздеріңіздің Gmail парақшаларының ішінде Google дискке кіресіздер. Бұл Google дискінің ішінен создать кнопкасын басу арқылы Google форма басасыздар. Сол уақытта сіздерге экранға жаңа форма шығады. Бұл жерге мысалы керекті ақпараттарыңызды жазасыздар. Мысалы анкета. Осы жерден анкетаны, мысалы кез келген анкета, мысалы анкета жасайсыздар. Мына жерге керекті мысалы мәліметтерді жазасыздар. Қандай мысалы бастауыш сынып деген сияқты, сыныпқа арналған деген сияқты, арналған деп жазасыздар. Мына жерге керекті мысалы сұрақтарыңызды, мысалы фамилиясы, фио. Мына жерге один из спискінің ішінен текст жазуға болады. Текст десеңіздер, кез келген адам өзінің текст деп жазылады. Қысқа текст, ұзын текст, или список жасауға болады. Несколько из вариантов, әртүрлі список, загрузка файлов, әртүрлі жасауға, уақытысын, күнін жасауға болады. Мысалы, біз бірінші фамилия деп алатын болсақ, енді екіншісін создать ету арқылы мына жерде қосымша қосу, сұрақ қосуға болады. Осыны бассаңыздар, келесі сұрақ шығады. Мысалы, атқаратын жұмыс орны, жұмыс орны деп жазасыздар. Жұмыс орны, мысалы, неше орын деп жазатын болсақ, бұл жерге мысалы один из вариантов, мысалы жазып қойға болады. Мысалы, мектепке дейінгі, мысалы садик келесі жасау болады. Мысалы мектеп, келесі тағы да қандай, колледж деп, осы сияқты варианттарын жасайсыздар. Жоғары жақта мына жерде просмотр кнопкасын басу арқылы сіз нені көре аласыздар. Мектеп, кез келген біреуін таңдауға болады. Енді бұны жауып тастайық. Келесі сұрақты, мысалы, мына жерде басқа да түрмен жасауға болады. Несколько из вариантов жасап қойсаңыз, бұны мысалы просмотр арқылы көрсеңіз, бұл жерде мысалы екі жерде жұмыс жасайтын болсаңыз, екі жерде деп белгілейсіз. Осылай жасауға болады. Так, келесі ары қарай жаңадан форма жасаймыз. Жаңа формаға мысалы материалдарды жүктеу. Жүктеу десеңіздер, бұл жерге нені қоясыздар. Загрузка файлов деп қоясыз. Загрузка файловты, мысалы, дискі таңдайсыздар. Мысалы, разрешить только определенный, мысалы, бір файл салу керек па, екі файл салу керек па, олардың қанша файл салу керек, олардың қанша гигабайтқа шейін мысалы орын бересіздер деген сияқты. Бұл сұрақтар егер обязательно болса, бұны сіз өтпейтін болса, мына жерге обязательно деген птичка бересіздер. Сол кезде бұның жанына мына жерге қызыл жершка пайда болады да, сол арқылы сіздер оны толтырмай кетпейсіздер. Мысалы, не обязательный вопрос болып тұрса, оны толтырсыз өтіп кетуге болады. Мысалы, материалдар жүктеуге де болады. Көрдіңіз ғой, бұны обязательно салыңыздар. Оны просмотрмен қарайтын болсаңыздар, мысалы, материал жүктейтін кезде добавить файл деп, өзіңіздің видеоңызды, не келген суретіңізді осы арқылы салсаңыздар болады. Мына жерде ары қарай түсіндіретін болсақ, мына жерде ответы болады. Мысалы, сіз адамдар сұраққа жауап берген кезде, соның ответтері шығады мына жерге. Соны көруге болады. Енді мына жерде настройка тему дейді. Настройка тему арқылы сіз бұны форманы әдемілеуге болады. Мысалы, көкті түстер, немесе жерге жоғары жағына мысалы суреттер енгізіп қоюға болады деген сияқты. Түрі әдеміленіп, мысалы, басқа түрге енгізіледі. Көріп отырсыздар, мысалы, мына жерге жаңадан тағы да бірдеңе жасаймыз. Жаңадан жасағанда бұл жерде видео добавить етуге болады. Видео көрсетіп тұратындай бірден ішіне. Немесе ішінде сурет салып қоюға болады. Так, мына жерде фото
дейік. Дайын суреттер болса ала қоятын. Мысалы кез келген міне біздің логотипті алатын болсақ, мына жерде дайын неңізді жазасыз. Мысалы білім беруді жерге сурет салуға болады. Мысалы қосымша тағы да видео салуға болады. Мысалы видеода мысалы бір видеоны алатын болсақ, іздеп осы видеоны салып қоюға болады. Сол кезде мына жерде видео үстіне тақырыбын жазып форма жасап қоюға болады. Енді жол жақта настройка деген бөлімге кірсеңіздер, бұл жерде және текст максимальный баллов деген, или сразу бірден жаңағы отправка на почту, мысалы почтаға жіберуге болатындығын жасауға болады. Бұл жерде бір емес әртүрлі аккаунттарды пайдалануға болады. Қанша орын бар, сол орын мысалы белгілеуге болады. Осынша орын қайсысын салуға болады деген сияқты. Түрлері көп, қарай берсеңіздер. Енді отправить арқылы сіздер мына жерде сбор жаңа сілтемесін, осы форманың сілтемесін копировать етіп алып, оны басқа адамдарға жіберсеңіз, соны басқа адамдар өздерінің анкеталарын ашып көре алады. Көрдіңіздер ғой, видеоны көруге болады мына жерден бірден, немесе сурет, әртүрлі форма жасауға болады. Сұрақтар, тест жасауға болады. Осы жерге мысалы фамилиясын жазып толтыру жолын көрсетейік. Видео деген жерге мысалы кез келген видеоны рабочий столда тұрған кез келген бір материалды салып загрузить, соны жаңағы отправить етесіздер. Отправить етесіздер, например, еще отправить дейді. Біздерде мына жерден бірде ответіға мінекей көрдіңіздер ме, келді жаңағы свод бойынша фамилиясы, атқарылған жұмыс садик деп, қандай материал салынған, және соның мысалы кестесін жасауға болады. Создать кесте деп, новый создать деп бассаңыздар, сіздің жаңа кестеге бірден фамилиясы, қандай садик, және материалдың сілтемесі шығады бірден. Осылай жасауға болады. Мына жерде жаңағы настройка теманың ішінде сурет салдық, темасын өзгерттік, фонның суретін өзгертуге болады, әртүрлі. Немесе шрифттерді өзгертуге болады. Официальный, обычный өзінің. Осы.